Өзгеріс керек. Неге өзгермеу керек Қазақстан? Неге сол баяғы ұры-қары қарақшы министр депутат отыру керек? Неге сол суайттар телеарнада отыру керек? Неге қазақтың жастары, таланттылары билікте отырмауы керек? Өзгеріс керек. Бір таққа отырып алған сұмырай жабысып қалатын Назарбаевтық, Тоқаевтық мына жүйеде ешқандай жақсылық болмайды. Сол баяғы ұры-қарылар отыр, сол баяғы суайттар отыр, сол баяғы қарақшылар отыр, ал сол баяғы сорлы болып қара қазақ отырсын. Біз билікті қолымызға алсақ, мына билікте отырған сұмырайлардың біреуі орнында отырмайды. Біз билікті алсақ, нақақ сотталған бүкіл қазақ азаттыққа шығады. Біз билікті алсақ, мына ұры-қары қарақшылардың біреуі жер бетінде жер басып жүре алмайды. Кез келген саяси жоғарғы лауазымды тұлға, премьер-министр де, президент те 4 жыл отыратын жүйе орнатамыз. Басы алтын, бір жері күміс болса да таққа жабысып қалам десе де, әр азаматқа тек бір-ақ рет саяси орай берілетін жүйе жасаймыз. Бір ұлттың тағдырын бір адамға сеніп тапсыратын бұндай сорақы патшалық жүйеден құтқарып, адамдар ақылдасып, халық өзі таңдаған қазақтың алтын азаматтары отырып, ақылдасып, дауысқа салып мәселе шешетін демократиялы парламенттік республика құрамыз.